Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. Менің islam.kz.kz сайтыма сұрақ келіп түсті. Ассалаумағалейкум, құрметті Мейрам аға. Мен өзім намазды ханафи тілінде оқимын. Кеше интернеттен ханафиттердің намазды бисмиллахсыз оқитынын айтқан имамды көріп таңғалдым. Мен бұл туралы бірінші рет естимін. Бірақ бисмиллахны өзім әрдайым намаз айтамын. Имам дұрыс айтады ма? Мен бейнеге сілтеме жіберемін дейді. Міне осылайша енді уәләддаллинді айтып болдық. Және енді бір сүре қосып оқуымыз керек, егер парыз оқып жатқан болсақ. Парыз оқып жатқан болсақ, уәләддаллин әмин дегеннен кейін келесі бір сүре бастайын деп тұрмыз ғой. Мәселен, Ихлас сүресін бастайын деп тұрмыз. Бірінші рәкатқа. Осын бастайын деп тұрғанда ортада бисмиллахны оқымаймыз. Түсіндіңіз бе? Сіздер оқисыздар ма, оқымайсыздар ма? Мысалға, уәләддаллин әмин Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде ішін оқисыздар ма, оқымайсыздар ма? Біздің мазхаб оқымайды. Оқитындар оқымайтынға шығасыз енді. Бисмиллахны оқымайсыз. Келесі бір сүре бастайтын кезде оқымайсыз. Дереу бір сүре бастап кете бересіз. Бірден. Уәләддаллин әмин Құл хуаллаху ахад Аллаху самад лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад деп бисмиллах оқымай кіріп кете бересіз. Өйткені ғалымдар ортасында жаңағы әрбір сүрелердің ортасын бөліп тұрған бисмиллах Құраннан ба, Құраннан емес па таласып қалып жатыр. Түсініңіз бе? Құраннан дейтіндер де бар, Құраннан емес дейтіндер де бар. Сондықтан таласып қалған тартыста бисмиллах оқылмай қалып жатыр. Бірден бір сүреге түсіп кетіп жатырмыз. Жауап берейін. Уалейкумассалам, ханафит бауырым. Мен алыстан бастайын. Бірнеше жыл бұрын Назарбаевтың өте жақын туысқандарының бірі маған қоңырау шалып, мейрамханаға кешкі асқа шақырды. Көшеде кездестік. Оның жанында қазір мұғалім болып жұмыс істейтін араб бар екен. Таныстық, ол Катар патшасы Алматыға келгенде аудармашы болып жұмыс істеген екен. Содан кейін ол менің досыммен дос болып кетіпті, және ол мезгіл оның мәселелерін шешуге көмектеседі екен. Бұл араб менің діни мәселе туралы, білімім туралы алдын ала хабардар болған сияқты. Сондықтан ол менің көрісімен аузын жаппады, үнемі ислам туралы айтумен болды. Менің ұққаным, мұндай адаммен дауласу пайдасыз екені, өйткені ол сөзі аралығымен кез келген адамның аузын жауып тастап, кез келгенді өзінің айтқанына көндіретін адам екен. Біраз уақыттан кейін мен оның білімсіз шатпағынан шаршап кетіп, оған бір ғана сұрақ қойып едім. Одан кейін ол мәңгі үнсіз қалды. Оған қарап отырып, Әбу Ханифаны еске алдым. Әбу Ханифада өз заманында осындай лапшагон болған деген ой келді ойыма. Әбу Ханифада қызу пікірталасшы болған, және көптеген дау-дамайды жеңіп шығып отырған. Себебі ол да шешен сөйлейтін, және басқалардың аузын аштыртпайтын. Әбу Ханифаның ең сүйікті шәкірті Абу Юсуф деген өзінің кітабында Әбу Ханифамен 6 ай бойы Құран жаратылған ба деген сұраққа пікір талас жасағанын айтады. Және 6 айдан кейін ғана Әбу Ханифа екеуі Құран жаратылмаған деген ортақ пікірге келгенін жазады. Көріп отырғаныңыздай, ұлы ғалымдарда осы екеуінің көріп отырғаныңыздай ұлы ғалымдар деп аталатын бұл екеуі де бір ғана Алланың жаратылмағанын, ал қалғандары жаратылғанын, соның ішінде Құранның да жаратылғанын түсіне алмай қапты. Мен өз сайтымда Әбу Ханифаның кітабын быт-шыт қылып, оның қателіктерін дәлелдеп берген едім. Қазір медресенің кез келген шәкірті Әбу Ханифаға қарағанда үлкен білімді. Сондықтан ханафиттер деп аталатын Әбу Ханифаның ақидасын елемейді, және оның фиқынан тек 30-35% қана алады. Қалғанының бәрі басқа адамдардың пікірі. Сондықтан Әбу Ханифаның сауатсыз шешіміне таңғалмаңыз, бауырым. Мен ханафилердің наразылығын алдын ала болжап отырмын. Ашуланбаңыздар, бұл шындық. Бұл шындық осы уақытқа дейін сіздерден жасырылып келді. Сондықтан сіздер хабардар болмадыңыздар. Егер мені надан, өтірікші деп санасаңыздар, имамдарыңыздан барып сұраңыздар. Барлығыңыз кез келген істі Аллахтың атыменен бисмиллахтан бастау керек деген пікірді білесіздер. Таңертең оянып, Аллахтың оянуына мүмкіндік берген үшін әлхамдулиллах деп айту керек. Ал бисмиллах сөздерімен төсектен тұру керек. Күні бойы сіз Аллахтың атымен кез келген істі жасайсыз. Содан кейін бисмиллахпен түнде ұйықтайсыз.
Ал шала сауатты дүмше Әбу Ханифа өзінің барлық хизбасыларын өзінің надандығымен адастырды осы уақытқа дейін. Оның кітаптары мен сөздерін оқығаннан кейін ол Құранды оқыған ба екен деген сұрақ келеді ойыңа. Оқыған күннің өзінде Құраннан ештеңе түсінбеген адам ұқсайды. Себебі Аллах Құранда бәрімізге анық және ашық түрде Құранды оқығанда Аллахтан қуылған, ұрып соғылған шайтаннан қорғаныс ізде деп бұйырады. 16 сүренің 98 аятында. Ал енді намаз дегеніміз Құран оқу болып табылады. Тағы да қайталаймын. Намаз дегеніміз Құран оқу дегеніміз. Сіздердің көпшілігіңіз аузу биллахи минаш шайтани ражим мен бисмиллахи рахмани рахимнің бірге түскенін білесіздер. Олай болса неге Әбу Ханифа мен барлық ханафиттер 1300 жылға жуық уақыт бойы Аллахтың бұйрығын елемейді, және Аллахтың шайтаннан қорғануынсыз және Аллахтың атын айтпастан намаз оқиды? Бұл деген барлық ханафиттердің өздерінің ұлы ғалымдарымен бірге білім деңгейін көрсетеді. Міне, бұл деген сектанттардың Құран мен Суннаны қалдырып, өздерінің білімсіз дүмше ғалымдарының шатпарымен ғана жүргендіктерінен болды. Әбу Ханифа мен оның ізбасарлары дін туралы өз аз түсінігімен көптеген фактілермен дәлелдеуге болады. Олардың бірі міне. Әбу Ханифа өзінің Әл-Фих әл-Акбар кітабында былай деп жазады. Алланың барлық пайғамбарлары кішкентай және үлкен күнәлардан таза, сондай-ақ сенімсіздік пен жаман әрекеттерден де таза. Олар кішкентай қателіктер жіберген болса да, Мұхаммед Алланың сүйіктісі, оның құлы, оның елшісі, оның пайғамбары, оның барлық күнәларын кешті. Мұхаммед бірде бір рет идолдарға бас иген жоқ, шірк жасаған жоқ. Ол сондай-ақ ешқашан кішігірім күнә немесе үлкен күнә жасаған емес дейді. Көріп отырғаныңыздай, мұндай ақылсыздықты тек сауатсыз адам немесе Құранды ешқашан оқымаған адам ғана жазалады. Аллахтың бұйрығына мойынсұнбай жасаған күнәсінің кесірінен жұмақтан жерге қуылған адам атамыздың күнәсін қайда қоясыз? Біліп қойыңыздар, күнәлерден тек бір Аллах қана таза. Хадистер Әбу Ханифаға жеткен жоқ деп елестетіп көріңіз. Бірақ сонда да Құранда Алла тағала былай деді: шынында да біз саған нақты жеңіс сыйладық. Сондықтан Аллах сенің бұрын болған және кейінірек болған күнәларыңды кешірді, дейді 48-ші сүренің 1-2 аятында. Басқа аятта былай делінген: өз күнәң үшін және діндар ерлер мен діндар әйелдер үшін кешірім сұра, дейді 47-ші сүренің 19-ші аятта. Міне, көрдіңіздер ме, күнә жасамайтын адам болмайды, пайғамбар болса да. Ал енді Әбу Ханифа мен оның артынан ерген ізбасарлары осы Құранның элементарный аяттарын да білмейді, басқаны айтпағанда. Міне көрдіңіздер, мен дәлелдейтін нәрсені дәлелдеп бердім. Тек жалғыз Аллах қана күнәдан пәк таза. Әбу Ханифа мен оның ізбасарларына қатысты мына аятты келтіруге болады. Шынында да көбісі білімге ие болмай, өз құмарлықтарымен елді адастырып, дейді Аллах тағала 5-ші сүренің 119-ші аятында. О менің бауырларым, егер сіздер шындықты іздесеңіздер, менің ютубтегі Мейрам Мейірханов деген видео каналыма жазылыңыздар, және менің сайтыма кіріңіздер. Сайтымның адресі islam.kz.kz. Тек шындықты менен ғана іздеп таба аласыздар.